Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен каналымда сүзбеден, яғни творогтан жасалған пирог рецептісін ұсынамын. Бірінші міндетті тіркеліп және лайк басуды ұмытпаңыздар. Өте жұмсақ, әдемі болып пісетін пирогтардың бірі. Алдымен бізге ерітілген май қажет. Майымыздың үстіне жұмыртқа, қант және сүзбемізді салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне електен, яғни ситадан өткізілген ұнымызды қосамыз және тағы да араластырамыз. Соңына таман разрыхителімізді қосып, тағы да араластырамыз. Өте дәмді болып шығады. Бізде осындай масса шығады, не қою, не сұйық емес. Арнайы 24 диаметрлік формамызды дайындап, ішіне пергамент немесе майлап 180 градуста қызып тұрған пешке 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Әдеттегідей піскен піспегенін зубочистканың көмегімен білуге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар. Бастысы тез дайындалатын пирогтардың бірі. Мен бетіне піскеннен кейін сироп жақтым. Ол бізде кішкене сүтпен сахарный пудраны араластырып. Ал егер оны жақпасаңыз да болады. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Және де басқа да видеоларды көруге кеңес беремін.